Сәлеметсіздер ме, менің қадірлі көрерменім? Мен бүгін сіздермен ойда жоқ жерден осындай бауырсақ пісіру тәсілімен бөлісейін деп отырмын. Немерелерім сұрап қоймаған соң, осындай жаңағы каникулдың алдында қоштасу болып бастауыш класспен бір Айбек деген немерем осындай апа бауырсақ пісіріп беріңізші дегесін, тез жылдам осындай оңай дайындалатын бауырсақ түрін пісіріп бере қояйын дедім. Мен оны сіздермен де бөлісейін деп отырмын. Ол үшін маған міне ұн, майонез, сұйық май, тұз, қара бұрыш және жылы су қажет. Үлкен кеңірек ыдысқа суымызды құйып, тұзымыз бен қантымызды салып, сұйық майымызды құйып және майонезді салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң бір шай қасықпен кептірілген ашытқымызды саламыз. 1-2 минут күтеміз. Ашытқымыз араласқаннан кейін қайтадан көтеріліп, сұйықтығымыздың бетіне шығу керек. Міне дайын болды. Араластырып жібереміз де ұнымызды саламыз. Ұнымыздың бәрін бірден салып жібермейміз. Бөлшектеп отырып, біртіндеп 2-3 қайтара салып отырып, араластырып қамырымызды илеп аламыз. Міне қамырымыз илеп болдық. Енді 40-50 минутқа бетін жауып жылы жерге қоямыз. Қамырымыз жақсы көтерілгеннен кейін біз қайтара илеп, тағы да бір 15-20 минутқа қойдық. Сол уақыт өткеннен кейін қамырымызды дастарханның бетіне қойып, осылай илеп, ұзынша етіп, жайып, қолымызбен оны екіге бөлеміз. Ол екіге бөлгенімізді тағы да екіге бөлеміз, сонда 4 бөлік шығады. Бөлігімізді осылай жігутик жасап, екі қолымыз арқылы жайып, ұзыншалап дайындаймыз. Мүмкіндігінше жіңішкертіп, болашақ бауырсақтарымыздың көлеміне қараймыз өзіміз. Арасы піспей қалмайтын болу керек. Піскенде бұл ашыған қамыр болғаннан кейін майға түскесін көтеріледі тағы да. Майымыз қызғанша көтеріледі. Біз алдымен дайындап аламыз осылай. 4 бөлек қамырымызды да осылай ұзынша етіп жайып, дайындап аламыз. Дайын болғаннан кейін қайтадан біріншісінен бастап, тағы да бір сыпыра осылай созғылап илеп жібереміз. Содан кейін осындай инструментімізбен бөліп шығамыз. Пышақпен де бөлуге болады. Болса осылай инструментіңізбен осындай кішкентай бөліктерге бөліп, грецкий орехтың көлеміндей ғана, өте қатты үлкен қылудың керегі жоқ. Осылай бөліп, осы қалған бөліктерді де қамырдың осындай кішкентай бөліктерге бөліп шығамыз. Міне дайын болды. Енді табамызға майды құйып, жақсылап қыздырамыз да, жаңағы кескен бауырсақтарымызды салып, қызып тұрған майда осылай пісіреміз. Үнемі қозғап отырып пісірген дұрыс, себебі бұл бауырсақтарымыз домалақ болып піседі. Барлық бауырсақтарымызды кесілген осындай әдіспен пісіріп, осындай сүзгішпен сүзіп, майын сорғытып, қағаз салфетка салынған ыдыстың бетіне түсіріп аламыз. Осындай өте оңай әдіспен пісірілетін бауырсақ ұзақ уақыт алмайды. Пісіру процесі қамырды ашығанға дейін ғана күткеніңіз болмаса, өте оңай, илеуде оңай, рецептурасы да оңай. Кез келген қыз келіншек үйде бауырсақ керек болғанда осылай өзі бала шағасына, семья мүшелеріне қонаққа қоюға да осылай пісіруге болады. Менің каналымда басқа да қамыр илеулердің әртүрлі варианттары бар. Соған қарап
көрсеңіздер болады. Рецепттің бәрі описаниеден кейін жазылған. Міне, бауырсақтарымыз дайын болды. Арасы таза піскен, жақсы. Дәмі де керемет. Осылай пісіріп жеп тұрыңыздар. Немерелерім асыға күтіп отыр. Қазір осы бауырсақты ортаға қойып, немерелерімізбен бестің шайын ішетін боламыз. Ас болсын.